Қазақстандық клубтар Еврокубоктың жаңа маусымындағы алғашқы қарсыластарын білді. Чемпиондар лигасында алматылық Қайрат аяғы допшылар өнер көрсетпек. Олар бірінші іріктеу кезеңінде Словенияның Олимпия командасымен кездеседі. Алғашқы ойын 8 шілдеде, ал қарымта матч 15 шілдеде өтеді. Ал Ақтөбе футболшылары Европа лигасының бірінші іріктеу кезеңінде бақ сынайды. Олардың қарсыластары Польшаның Легиясы болмақ. Ойындар 11 және 17 шілдеде өтпек. Ал конференция лигасының бірінші іріктеу кезеңінде Шымкенттің Ордабасы командасы Грузияның Торпедосымен күш сынасады. Матчтар 10 және 17 шілдеге жоспарланған. Қазақстанның Еврокубоктағы 4-ші өкілі Астана жарыс конференция лигасының 2-ші іріктеу кезеңінен бастайды. Ел чемпионатының күміс жүлдегері Молдованың Зимбру клубына қарсы ойнайды. Алғашқы кездесу сырт алаңда 24 шілдеде өтсе, қарымта матч 31 шілдеде қазақ жерінде ұйымдастырылады. Бұл текетірестердің алдында қазақстандық клубтардың Европа аренасында ең жарқын сәттерін еске түсірейік. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. 2010 жыл 26 тамыз жанкүйерлердің толассыз қолдауы және Мұрат Тлеешевтің дублі. Еврокубоктарда жақсы нәтижелер көрсету Ақтөбеге таңсық емес. Алайда голландиялық АС клубынан басым түсу клуб тарихындағы ерекше сәттердің бірі. Қос кездесудің қорытындысы бойынша АС Европа лигасының топтық кезеңіне өтсе де, қарымта ойында ақтөбеліктердің Нидерландының үздік командаларының бірін тізе бүктіргені зор жетістік. Оған дейін еліміздің ешбір клубы мұндай дәрежедегі қарсыласты жеңіп көрмеген. Европа лигасының плей-офф кезеңінде Ақтөбе өз алаңында аздан 2-1 есебімен айласын асырды. 2 голдың авторы Мұрат Тлеешев. Алғашқы ойында 0-2 есебімен жеңілгеніне қарамастан Владимир Мұқановтың шәкірттері сенімді ойын көрсетіп, елі жанкүйерлерін жеңіске үміттендірді. Кездесу басталысымен ақтөбеліктер бірінші қауіпті сәтті ұйымдастырды. Ол қанаттан Тити Эссомба айып алаңына кіріп, алыс бұрышқа пас шығарды, бірақ қорғаушылар тосқауыл қоя білді. Жауап ретінде голландиялықтарды шабуылдап алыстан соққы жасады, алайда Александр Сидельников өз бұрышын мықтап жапты. Көп ұзамай қонақтар Понтус Вернблумның көмегімен есеп ашты. Ойынның екінші жартысында Владимир Мұқанов шабуылды күшейту үшін алаңға Иван Перичті шығарды. Бұл шешім өзін ақтады. Перич шабуылда нәтижелі әрекет етті. Оның айып алаңына асырған добын Мұрат Тлеешев кеудесімен тоқтатып, Джо Дидулицаны қапы қалдырды. Ал ойынның негізгі уақытының аяқталуына небәрі 2 минут қалғанда Мұрат Тлеешев дубль жасап, тек Ақтөбе емес, тұтас елдің жанкүйерлерін қуантты. Матчтан кейін өкініш сезімі болды. Европа лигасының топтық кезеңіне бір қадам ғана қалған еді. Соған қарамастан біз шын жүректен отандық клуб үшін мақтана алдық. 2015 жыл 5 тамыз Астана Арена стадионы. Чемпиондар лигасының 3-ші іріктеу кезеңінің қарымта матчында елордалық Астана Финляндияның Хик командасын жеңіп келесі кезеңге өтті. Сырт алаңда өткен алғашқы ойын 0-0 есебімен тең аяқталған еді. Ал қарымта ойында қонақтар бірінші болып есеп ашты. Көзге түскен Осман Жаллоу. Осыдан кейін Станимир Стойловтың шәкірттері шабуылды көбейтті. Әсіресе Патрик Твумаси өте белсенді болды. Ол өзі соққы жасап, әріптестеріне де мүмкіндік туғызды. Оған Евгений Постников пен Георгий Жуков қосылды, бірақ олардың соққыларын қақпашы Даниэль Эрлун қайтара білді. Канес пен Бауыржан Жолшиев те есепті теңестіруге тырысты, бірақ дәлдік жетіспеді. Көп ұзамай Гидеон Бақтың соққысынан кейін Астана қақпасына екінші доп жіберіп алды, бірақ кейін Твумасидің арқасында есепті қысқарта білді. Ойынның бірінші жартысының соңғы минуттарында екі жақ алма-кезек шабуылдағанымен есеп өзгермеді. Екінші таймның басында Бранко Ильичті Джуниор Кабананга алмастырды, және бапкердің бұл шешімі көп ұзамай жемісін берді. Кабананганың соққысынан кейін доп Тапио Хикилияның қолына тиіп төреші пенальти белгіледі. 11 метрлік айып добын Рохер Канес сәтті орындап таразы басын теңестірді. Көп ұзамай Астана есепте алға шықты. Дмитрий Шамконың Кабанангаға шығарған добы шабуылшыдан асып өтіп қақпаға кірді. Кездесудің аяқталуына 20 минут қалғанда Патрик Твумаси қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Ойыншы саны басымдығын пайдаланған қонақтар шабуылды көбейтті. Ал Мартин Аничич ереже бұзғаннан кейін Хик ойыншысы Зенели 11 метрлік айып добын орындап таразы басын теңестірді. Бірақ қосымша уақытта Астана сапынан Евгений Постников осы ойынның нәтижесіне нүкте қойып, командасына жеңіс сыйлады. Қорытынды есеп 4-3.
Осылайша Астана киікті тізе бүктіріп Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңіне шықты. Бұл Астана клубы мен жалпы қазақ футбол үшін тарихи сәт деген еді. Сол кезде команданың бапкері Станимир Стойлов. Бүгін біз қуаныш пен мақтанышқа бөленіп отырмыз, өйткені командадағы әрбір ойыншы нағыз қаһарман. Бұл супер матч болды деп түйіндеді сөзін бапкер. Ал 2019 жылдың 28 қарашасында Астана аренада тіркелген тарихи жеңіс әлі күнге дейін жанкүйерлердің жадында. Астана аяқдопшылары Европа лигасының Л тобының 5-ші туры аясында алшының Манчестер Юнайтед клубын 2-1 есебімен тізе бүктірді. Бұл матчта елордалық стадион жанкүйерлерге толы болды. Қазақстан астанасына АМЮ-дің бас бапкері Оле Гуннар Сульшер негізінен жастары құрамын алып келді. Олардың қатары Англия құрамасында ойнап үлгерген қорғаушы Люк Шоу мен Джесси Лингардпен күшейтілді. Кездесудің 10-шы минутында қонақтар есеп ашты. Джесси Лингард соққан допты Ненад Эрич қағып ала алмады. Бұл гол бірінші таймда соғылған жалғыз гол еді. Матчтың екінші жартысында ойын мүлдем басқа арнаға бұрылды. Бар жоғы 7 минуттың ішінде Астана таразы басын теңестіріп қана қоймай алға да шықты. 2 голды қорғаушылардың арқасында соғылды. 55-ші минутта Қазақстан құрамасының көшбасшысы Дмитрий Шамко есепті теңестірсе, 66-ші минутта серб қорғаушысы Антонио Рукавинаның тепкен добын АМЮ-дің 19 жастағы дебютанты Дишон Бернард өз қақпасына бағыттап алды. Осылайша Астана кезекті тарихи жеңісіне қол жеткізді. Достар, қазақстандық клубтардың Еврокубоктегі ойындарын жіберіп алмайық. Соңғы жаңалықтар, сарапшылардың пікірі, клуб өкілдерімен сұхбат, инсайдерлік ақпараттар барлығын Спортпульт сайтында оқуға болады. Сондай онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап алды, ойындардың күнтізбесін көруге болады. Төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдала. Ал енді француз алпауытын тізе бүктірген Қайраттың матчын еске түсірейік. 2015 жылдың 27 тамызы орталық стадион Алматы. Жергілікті команда Қайрат Европа лигасының плей-офф кезеңіндегі жауапты ойында Францияның Бордо клубын 2-1 есебімен жеңді. Алайда 2 матчтың қорытындысы бойынша топтық кезеңге шыға алмады. Бұл ойында алматылық жанкүйерлер Қайраттың қарсыласы Францияның Бордо ұжымы болады деп айтылған сәттен бастап асыға күтті. Кездесу қарсаңында стадионға кіру үшін сатылған барлық билеттер сатылып кеткен еді. Ал матч барша жанкүйерлер үшін күтпеген сценариймен басталды. 44-ші секундта Қайрат алға шықты. Француз қорғаушысы Седрик Ямбере допты өз қақпасына кіргізіп алды. Осыдан кейін алғашқы 20 минут бойы Бордо допқа иелік етуде басымдық танытқанымен қауіпті сәттер аз болды. Ал алаң иелері Қайрат жанкүйерлердің үздіксіз қолдауымен жылдам шабуылдар жасауға тырысты. Нәтижесінде 66-ші минутта алматылықтар қарсылас қақпаға екінші гол соқты. Көзге түскен Исламбек Қуат. 2-0 есебі Қайратқа Европа лигасының топтық кезеңіне шығуға жеткілікті еді. Алайда 10 минуттан кейін Бордо аяқдопшыларын алғашқы нақты мүмкіндікті голға айналдыру сәті түсті. Плотников алғашқы соққыны қайтарып, қақпасын құтқарғанымен шабуылды жалғастырған Энцо Кривелли допты қақпаға жеткізді. Матчтың соңына қарай Владимир Вайс, Джорджи Деспотович пен Жамбыл Көкеевті алаңға шығарды. Қайрат үшінші голды соғуға ұмтылды. Мүмкіндік болды, бірақ гол шешуші сәтте дәл соққы жасай алмады. Одан кейін француздар ойынды баяулатып өздеріне қажетті нәтижені сақтап қалды. Осылайша Қайрат атыдардай Бордо клубын жеңіп Еврокубоктық маусымын аяқтады. 2 матчтың қорытындысы бойынша жалпы есеп тең болғанымен қонақта соғылған голдың арқасында келесі кезеңге Бордо өтті. Алайда 2 матчта да алматылықтар ойын жағынан еш кем түскен жоқ, тіпті үстем болды деуге негіз бар. Тобыл биылғы Еврокубоктан тыс қалса да, қостанайлық команданың жасаған сенсациясын айтып өткеніміз артық болмас. 27 шілде 2023 жыл Швейцарияның Базель қаласы Санкт-Якоб парк стадионы. Тобыл конференциялар лигасының екінші іріктеу кезеңінің бірінші матчында Базель аяқдопшыларын тізе бүктірді. Кездесудің бірінші жартысы алаң иелерінің басымдығымен өткен болатын. 25-ші минутта Тьерна Барри есеп ашып швейцариялықтарды алға шығарды. Алайда ойынның екінші жартысында қостанайлықтар мінез танытты. Алдымен Рамазан Оразов пенальтиде сәтсіздікке ұшырады. Бірақ араға 10 минут салып Тобыл тағы бір 11 метрлік соққыға ие болды. Бұл жолы Серж Дебле мүлт кетпей есепті теңестірді.
Көп ұзамай Оразов қостанайлықтарды алға шығарды. Ал Базель құрамындағы екінші ойыншы алаңынан қуылғаннан кейін Ислам Чесноков есепті 3-1-ге жеткізді. 2024 жылдың 1 тамызы Шымкент қаласындағы Қажымұқан Айтбасов атындағы стадионда жергілікті Ордабасы клубы конференциялар лигасының іріктеу кезеңінің екінші кезеңі аясында Люксембургтың Дифферданш командасына қарсы ойын өткізді. Алғашқы ойында Дифферданш өз алаңында 1-0 есебімен жеңіске жеткен болатын. Алайда жауапты кездесуде Шымкенттік Ордабасы негізгі уақытта 3-2 есебімен басым түсіп, қос матчтың нәтижесін теңестіре білді. 24 минутта Тео Брюско допты өз қақпасына кіргізіп алды. Ал 55 минутта Асқат Тағыберген шымкенттіктердің есептегі басымдығын еселей түсті. 82 минутта Всеволод Садовский қарсылас қақпаға 3-ші допты тоғытты. Дифферданш сапынан Гиоми Трани және Жоржиньо көзге түсті. Қосымша уақытта Бауыржан Исламхан пенальтиден гол соға алмады. Алайда 117 минутта Сағадат Тұрсынбай 11 метрлік айыпдобын сәтті орындап Ордабасына алға шығарды. Бірақ Жоржиньо 120 минутта дубль жасап есепті қайта теңестірді. Негізгі және қосымша уақыт тең нәтижемен аяқталған соң жеңімпазды анықтау үшін пенальтилер сериясы тағайындалды. Бұл бәсекеде Ордабасы қақпашысы Бекхан Шайзада 3-1 соққыны қайтарып шешуші роль атқарды. Шымкенттіктер 2 рет қателескенімен пенальти сериясында 4-3 есебімен жеңіп келесі кезеңге жолдама алды. Бұл тартысқа толы ойын намыс пен төзімділіктің үлгісіне айналды. Бұл жеңістер халықтың қуанышы. Жаңа маусымда бізді тағы да үлкен ерліктер күтіп тұрма. Алдағы ойындарда қазақстандық ұжымдардың жеңіске жету мүмкіндіктері қандай? Арнаға жазылып пікір жаз. Келесі видеода кездескенше.